Макдональдс туралы 10 дерек. Макдональдс корпорациясы 1940 жылы Сан-Бернардино, Калифорния, Америка құрама штаттары Ричард пен Моррис Макдональд басқаратын мейрамхана ретінде негізі қаланған американдық көпұлтты тез тамақтану желісі. Олар өз бизнесін гамбургер стенді ретінде қайта атады. Кейінірек компанияны франшизаға айналдырды. Golden Arches логотипі 1953 жылы Фениксте, Аризона штатына енгізілді. 1955 жылы кәсіпкер Рэй Крок компанияға франшизаге агенті ретінде қосылып, 1961 жылы ағайынды Макдональдтарды сатып алды. Бұрын штаб-пәтері Иллинойс штатындағы Окбрукта болған, ол 2018 жылдың маусымында жақын маңдағы Чикагоға көшті. Макдональдс сонымен қатар мейрамхана ғимараттарының шамамен 70% және негізгі жер учаскесінің 45% иелік ету арқылы жылжымайтын мүлік компаниясы болып табылады. Ол франшизаға жалға беріледі. Макдональдс әлемдегі ең ірі фастфуд мейрамханалар желісі. 2021 жылдан бастап 40 мыңнан астам сауда нүктелерінде 100-ден астам елде күн сайын 69 миллионнан астам тұтынушыға қызмет көрсетеді. Макдональдс гамбургерлермен, чизбургерлермен және фрилермен танымал, бірақ олардың мәзірінен басқа да тағамдар бар. Тауық еті, балық, жемістер мен салаттар. Олардың ең көп сатылатын лицензиясы бар фри картоптары, одан кейін Биг Мак. Макдональдс корпорациясының кірістері франшизалар төлейтін жалға алу, роялти және алымдардан, сондай-ақ компания басқаратын мейрамханалардағы сатудан түседі. Макдональдс 1,7 миллион қызметкерімен әлемдегі екінші ірі жеке жұмыс беруші болып табылады. 2,3 миллион қызметкері бар Walmarттан кейін. Олардың көпшілігі мейрамхананың франшизаларында жұмыс істейді. Екі мың жиырма екінші жылғы жағдай бойынша Макдональдс әлемдік брендті бағалау бойынша 6-шы орында. Макдональдс өнімдерінің денсаулыққа тигізетін әсері, қызметкерлерге деген көзқарасы және әртүрлі сот істеріне қатысуы сынға ұшырады. Табыстың ұлғаюы 25,49 миллиард ақш доллары, 2023 жылғы операциялық кірістің өсуі 11,65 миллиард ақш доллары, 2023 жылғы таза кірістің өсуі 8,469 миллиард ақш доллары, 2023 жыл жалпы активтер 56,15 миллиард ақш доллары, 2023 жыл жалпы меншікті капитал теріс өсу, 2023 жыл қызметкерлер саны 150 мың, 2023 жылғы назарларыңызға рахмет.